Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі шілханымды мези ететін, айындерде болатын, түкті яғни мұртты кетіретін керемет маска жасап көрсетемін. Өте оңай жасалынады. Бізге қажеттісі куркума, сүт және күріш ұны қажет болады. Ыдысымызға куркуманың 1 шай қасығын қосамыз және оның үстіне 1 шай қасық сүт қосамыз. Сүттің температурасы маңызды емес, піскен, піспегені де маңызды емес. Көпшілігі сұрайды, піскен сүт пе, әлде шикі сүт пе деп. Маңызды емес. Сосын күріш ұны. Егер күріш ұны жоқ болатын болса, сізде күріш болатын болса, соны кофемолкада майдалап алсаңыз болады. Жақсылап араластырып, дайын маскамызды жаңағы мәселелі зонамызға жағамызды, кепкенше ұстап, сосын жуып тастаймыз. Қазір видеода өзіме жағып көрсететін боламын, сол жерде біраз ақпарат беремін. Өте нәтижелі маска. Әйел адамдарда болатын мұрт болады ғой, соны кетіретін, бір жылға кетіретін маска дайындадық. Енді осы масканы сол мәселелі жерімізге жағып, кепкенше ұстап жуып тастаймыз. Куркума негізі табиғи антиоксидант, өте жақсы, ағартады, әжімді кетіреді, тіпті пигментация. Осы масканы кімде пигментация бар, сол жерге жағып қоюға болады, өте жақсы ағартады. Табиғи маска жағдайында. Бірақ кез келген табиғи масканы жасардан алдын аллергияға тест жасау керек ханымдар. Осы маскадан кішкентай бір бөлігін алып, осы иегіңізге немесе қолыңызға жағып, 10-15 минутте күтесіз. Егер қызу қышу сезімі болмаса, онда қолдана бересіздер. Мәселелі жерімізге жағып, кепкенше күтеміз. Куркума бір минусы бар. Жуылуы қиындау, сарғыштығы кетуі, бірақ кетеді. Сол үшін түнгі уақытта ешқайда шықпайтын кезде жасау керек. Кейін артынан сүтпен сүртіп жіберсеңіздер болады. Кейін түнгі ұйқы жасаған кезде, таңғы ұйқы жасаған кезде сарылуға кетіп қалады. Мен өзім тексеріп көрдім бұл масканы, өзім таңғалдым. Расымен де менің осы кішкентай жерлерімде білінбес қара түктер болушы еді. Осы масканы қолданғалы сол түктердің кеткенін байқадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте қарапайым құрам. Егер сіздің түгіңіз көп болмайтын болса, азғантай болатын болса, күріш ұнын қоспасаңыздар болады, сүтпен куркуманы жасай берсеңіздер болады. Ал егер де түктер өте көптеу болатын болса, айқын болатын болса, күріштің ұнын міндетті түрде қосу керекпіз. Осылай 15 минут тұрғаннан кейін жылы сумен жуып, артынан тоникпен сүртіп аламыз. Ешқандай қиын жер жоқ, міндетті түрде жасап көріңіздер, нәтижесімен комментарийде бөлісіңіздер.